Мөңке бидің бала кезінде бір бай жоқ сұрау үшін көш алдында келе жатып, ауылдың жанында асық ойнап жатқан бір топ балаға жолығыпты. Балалардың бірі байдың атын үркітеді. Оған бай ашуланып, әлгі баланы қуалайды. Байдың мінгені асау байтал екен. Баланың желбіреген көйлегінен үркіп, мөңкиді. Мөңкіп жүргенде байдың басынан бөрік ұшып түседі. Байтал одан бетер тулап, байды жығып кетіп, бай қаза табады. Сонан кейін байдың тумалары және елінің игі жақсылары жиналып келіп, балалардың елінен құн сұрайды. Екі ел келісе алмай, кеңес бірнеше күнге созылады. Мөңке сол ауылдың баласы екен. Жиналған көпке келіп, мөңке бала былай депті: «Я, ағалар билер, сіздер бұл кеңесті тым ұзаққа создыңыздар ғой, және бір шешімге келе алмадыңыздар. Осының билігін маған берсеңіздер, мен тез бітірер едім» депті. Көпшілік баланың ықыласына риза болып, бір ауыздан: «Билікті бердік, ал айта ғой» десіпті. Сонда мөңке бала былай депті: «Бұл шалдың өліміне кінәлі ел емес, тентек. Ал мұнда тентек төртеу. Меніңше сол төрт тентек құнды бөліп төлейтін болсын, және ердің құны 100 жылқы болсын. Бірінші, 1000 жылқыдан бір жуас ат таба алмағандай, асау байталға мінген және елде адам құрығандай, асық ойнаған балалардан жөн сұраған бай тентек. Екінші, адам көрмей жүргендей баладан үркіп тулап, байды жығып өлтірген байтал тентек. Үшінші, ұшып түскен бөрік тентек. Төртінші, байталды үркіткен бала тентек. Мінекей, осы төртеу құнды бөліп төлейтін болсын» депті. Осы билікке екі жағы да разы болып, балалардың ауылы құнның 4 бөлігінің бірі 25 жылқы төлеп құтылыпты. Мөңке баланың би болуына осы билік басты себеп болыпты.